Өзіңіз де байқайтын шығарсыз, бір күндер болады. Сол күні не қатты бәрі жақсы болады, не қатты бәрі жаман болады. Бүгін де дәл сондай күн. 12 сәуір энергия күшейетін күн. Бұл туралы кейбір рухани ілімдерде жарық порталы ашылатын күн деп айтады. Әйгілі көріпкел Ванга да солай айтқан. Яғни, бүгін сен қандай күйде болсаң, сол күйің күшейеді. Егер сен уайымда, қорқынышта, негативте жүрсең, сол күйіңді 10 есе, тіпті 100 есе күшейтесің. Ал егер сен саналы болсаң, жаңа өмірге дайын болсаң, өзіңнің күйіңді, ішкі күйіңді ұстай алатын болсаң, дәл осы күні сенің өміріңде үлкен өзгеріс болады. Яғни сенің өмірің до и после болып өзгереді. Бүгін 12 сәуір жай күн емес, бұл таңдау күні. Қазір кішкентай бір практика жасап көрейік. Көзіңізді 10 секундқа жұмыңыз да, мен жарықты таңдаймын, мен жаңа өмірге дайынмын деп айтыңыз. Сосын өзіңізден сұраңыз, мен бүгін қандай күйде боламын?